Әдемі болып көріну өнер. Өнерге баулу арқылы ғана адам оны өз бойын дарта алады. Әдемі болып өнерін үйрену қиын емес. Бар болғаны еріншектікке жол бермеу. Жас пен дәрежеге материалдық және психологиялық жағдайларға қарамастан әйел адам әдемі болып жүруі тиіс. Психологтар мынадай дәлелді келтіреді. Сырт келбеті арқылы әйел әлемге өзін таныстырады. Табиғаттың әйелді қалай жаратқандығына қарай ол өзіне өзгелердің таңданысы мен өкінішін тудыра алады. Өз-өзіңізге күтім жасауды қолға алыңыз және әдетке айналдырыңыз. Сұлулыққа ұмтылу наздық емес, асыра сілтеушілікте емес. Өзіңізге айналадағы жандардың тарапынан жағымды әсер қалдыру үшін әдемі болып жүру маңызды. Құрметті арулар, үнемі сұлу болып жүру үшін біздің косметологтардың кеңесіне назар аударыңыздар. Бізден пайдалы кеңес болсын, бүгін сүрмені қалай таңдау керектігі жөнінде айтады. Қайырлы таң, бүгінгі біздің тақырыбымыз көзге арналған сүрмелер туралы болады. Сүрмелерді қалай таңдау керек және қалай жағу керек, сапасы қандай екенін айтып кетеміз. Сүрмелердің әртүрлісі болады. Крем тәріздес сүрме, сосын кейін сұйық сүрме, одан кейін барып карандаш тәрізді маркер деп атамыз, сондай сүрмелер болады. Енді мынандай крем тәріздес сүрмені қолданған кезде өзінің осындай арнайы қылы болады. Басы жіңішке қарап отырғандай. Осы суды пайдаланып, осылай араластырып, көзге әкеп жағамыз. Одан кейін сұйық тәріздес осындай сүрмелер болады. Бұның өзінің ішінде арнайы осындай қылдары бар, дайын күйінде, соменен көзге жағуға болады. Негізі көзге арналған сүрме өте суға төзімді болып келеді. Сондықтан да мұны кетіру өте қиын. Өзіне арнайы көзі сүртетін арнайы мицеллярлық сулар болу керек, солармен сүртесіздер. Егер де көздеріңізге сызықты жасап, үйренгілеріңіз келсе, онда осындай қарандаш тәрізді мынандай сүрмелерді пайдаланған жөн. Неге? Өйткені көзге өйстіп сызықтарды жасаған кезде егер де қисайып жатса, оны түзетуге де жеңіл және сүртуге де жеңіл. Құрамында темір оксиді болады, химиялық әртүрлі заттар болады, сосын кейін әртүрлі бояғыштар болады. Көзге арналған сүрмелердің түстері де, мысалы үшін көріп отырғандай міне көк, жасыл, қызыл, сары, қара, қоңыр әртүрлі болып келеді. Бұлардың сақтау мерзімі негізі 6 айға дейін жетеді. Егер де мына крем тәрізді сүрмелер кеуіп қалатын болса, оны пайдалануға болмайды. Сақтау мерзімі өтіп кетті деген сөз. Сондықтан да сақтау мерзіміне мұқият болғандарыңыз жөн.